Баршаңызға сәлем, мен каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін осындай тефтел жасап қатырамын. Ол үшін бізге 1 кило фарш, 2 бас пияз майдалап тұрадым, 1 стакан күріш, алдын ала жуып, суға қайнатып алдым, тек артық суын төгіп, фаршқа қосамыз. Жұмыртқа қосамыз. 2 жұмыртқа қосам. Татымына қарай бұрыш тұз қосам. Көптеу жасап жатырмын. Аз жасасаңыз да болады. 1,5 кило фаршқа 1,5 стакан күріш, 1 бас пияз, 1 жұмыртқа қосып жасасаңыз да болады. Мен көптеу жасап, шетінен пайдалана берем, қатырып алып. Сосын бәрін араластырып, соғып, ұрып аламыз фаршты. Связка жақсы болу үшін, пісу барысында тефтеліміз езіліп кетпеу үшін қолымызды мұздай сумен сулап алдым. Сосын осындай дөңгелектер жасадық. Әркім өз қалағанша мөлшерде жасайды. Осындай кішкентай бөлшектерге бөлдім. Мен тақтайшама одноразовый пакет төседім. Жабысып қалмау үшін жабысқан қатыру барысында тез алынады пакеттен. Бұл тефтелді қатырып, кез келген кезде, мұздатылған күйінде алып пісіре берсеңіздер болады. Осы күйінде мұздатқышқа қойып қатырамыз. Менікі қатты. Осы қатқан тефтелдерді керегінше бөлшектерге, пакеттерге бөліп, кез келген кезде пісіре берсеңіздер болады. Сорпа, гарнирге, подлива ретінде пісірсеңіздер болады. 20-25 минутта пісіреді. Осы мұздатылған күйінде пісіресіз, жібітпей ақ. Мен видео ұнаса лайк басыңыздар, каналыма жазылмаған болсаңдар, каналыма жазылыңыздар. Видеомды соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет.